Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 67-ші сабақ тапсырмаларын орындайтын боламыз. 9-шы тапсырма. Бұл жерде мәтіндер берілген, мәтіндер бойынша тапсырмалар орындайтын боламыз. Бұл жерде сұрақтарымыз мәтіндерде кім туралы айтылған? Мәтіндерде Әбілхан Қастеев туралы айтылған. Бірінші мәтінде ол кісінің балалық шағындағы сурет өнері мен мүсін өнеріне қызығушылығы туралы айтылып тұр. Ал екінші мәтінде Қастеев атамыздың туындыларын өлең жолдарына түсірген. Мәтіндердегі көркем шығарма түріне ажырат. Бірінші мәтін әңгіме болса, екінші мәтін өлең. Келесі осы мәтіннен біз зат есімдерді тауып, оларды жалпы және жалқы есім түрлеріне ажырату керекпіз. Жалпы зат есіміміз бұл жерде бізде Гүл, ел, ақын, сурет. Жалқы зат есім Біржан, Сүйінбай, Қапшағай, Әбілхан. Келесі 10-шы тапсырмада мәтінді көшіріп жазып зат есімдерді табу керек. Бұл жерде бізде зат есімдеріміз мүсін, тәсіл, бедер, балшық, зат. Яғни бұл жерде бізде мәтін бойынша зат есімдеріміз. Келесі мүсін сөзінің жазылуы мен айтылуындағы ерекшелік жазылып тұр. Келесі орындайтын тапсырма 11-ші тапсырма, яғни берілген сызбаға қарап жалқы және жалпы есім туралы жазу керекпіз. Бұл жерде бізге мұражай, экспонат, мүсінші, кілем, төсеніш, портрет және де Әбілхан Қастеев деген секілді сөздер берілген. Мұражай жалпы зат есім, экспонат жалпы, мүсінші жалпы, кілем жалпы, төсеніш жалпы, портрет жалпы, Әбілхан Қастеев жалқы зат есім түріне жатады.